Сәлем достар, бүгін біз сіздермен кеңістіктегі фигуралардың ұқсастығын қарастырамыз және ұқсас фигуралардың көлемдерін қарастыратын боламыз. Бізге кеңістікте екі шар берілсін. Бұл екі шар бір-біріне ұқсас деп аталады, егер олардың сызықтық комбинацияларында қандай да бір қатынасқа тең болатын болса. Мысалы, кеңістікте кез келген А нүктесі арқылы осы екі шардың центрлерінің ара қашықтығы белгілі бір санға тең болатын болса, яғни АО-ның АО1-ге дейінгі ара қашықтықтардың қатынасы және осы шардың бойындағы кез келген нүктелерінің ара қашықтығына АВ-ның АВ1-ге қатынастары тең болатын болса, онда бұл екі фигура ұқсас болады. Және олардың радиустарының да қатынастары ұқсас болып келеді. Сонда біріншісінде АО-ның АО1-ге дейінгісі және осы шеңбер жаңағы шардың бойындағы кез келген нүктесі АВ-ның АВ1-ге дейінгі ара қашықтықтар тең болса, онда бұл фигура екеуі ұқсас деп аталады. Яғни бір фигура екінші фигурадан бірнеше есе үлкейтіп алынған, немесе үлкен фигураны бірнеше есе кішірейтіп алынуы мүмкін. Дәл солай, мұнда екі кубты салыстырайық. Бірінші кубта және екінші үлкен куб берілген. Олардың әр төбелерінің ара қашықтығы мына О нүктесінің басталғандағы АО-ның ОА1-ге дейінгі ара қашықтығы және ОД-ның ОД1-ге дейінгі ара қашықтығы. Дәл солай ОВ-ның ОВ1-ге дейін, ал ОЦ-ның ОЦ1-ге дейінгі ара қашықтықтары белгілі бір санға тең болатын болса, онда бірінші кубтың көлемі екінші кубқа қарағанда бірнеше есе кішірейтілген болып табылады. Ал екінші үлкен кубтың көлемі бірінші кубпен салыстырғанда бұл бірнеше есе үлкейтілген болуы мүмкін. Олай болса, бұл екі кеңістіктің фигурасы ұқсас болып табылады. Енді осы ұқсас фигуралардың көлемдерін қалай таба аламыз? Алдымен ең қарапайымы екі кішкентай текше мен үлкен текшені салыстырайық. Кішкентай текшенің бір қыры x-қа тең деп алсақ, яғни оның барлық өлшемдерінің ұзындығы x-ті білдіреді. Яғни ұзындығы да, ені де, биіктігі де. Олай болса, бұл текшенің көлемі, яғни кубтың көлемі x кубқа тең. Ал үлкен кубтың бір қыры осы кіші кубтың бір қырынан 3 есе үлкен болсын. Яғни 3 есе үлкен болса, оның бір қырының ұзындығы 3x-қа тең. Дәл солай барлық қырларының да ұзындығы 3x-қа тең. Яғни мына кубпен салыстырғанда, мына куб 3 есе үлкен болады. Ал олардың көлемдерінің айырмашылығы қандай болады? Сонда үлкен кубтың көлемін табатын болсақ, кіші кубты V1 деп белгілесек, үлкен кубты, яғни оның бір қырының ұзындығы 3x болғандықтан, оныкі 3x-ті кубтаймыз. Сонда 27x кубқа тең. Енді көлемдердің қатынастарын қарастырсақ. Сонда V1-дің V2-ге қатынасы, яғни V1-дің кіші кубтың көлемі x куб болса, ал үлкен кубтың көлемі 27x кубқа тең. Яғни бұл жерде 1-дің 27-ге қатынасы. Яғни бұл деген сөз, мұна бірінші кубтың көлемі мен екінші кубтың көлемі салыстырғанда 27-ден 1-ді құрайды екен. Яғни дәл осындай кубтан 27 кубты құрастырғанда біз осы бір қыры 3x-қа тең болатын үлкен кубты аламыз деген сөз. Ал енді ұқсас фигуралардың көлемдерінің қатынасы, яғни бұл деген V1-дің V2-ге қатынасы тең болады. Бірінші фигураның бір қырын H1 деп алсақ, екінші көлемнің қырын H2-ге қатынасы осы қырларының қатынастарының кубына тең екен. Яғни бұл жерде екі фигура ұқсас болғандықтан, олардың кез келген қабырғалардың қатынастарының кубы осы көлемдерінің кубтарының қатынасына тең.
балалар, біз сіздермен кеңістіктегі ұқсас фигураларды және олардың ұқсас фигуралардың көлемдерін, қатынасын қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңдар.